Сәлеметсіздер ме, көрермен? Бүгін біз жұлдыз жорамалымызды сұлқиғыштардан бастайық. Маусым айында қандай дүниелер бізді күтіп тұр екен? Алдымен бірінші горизонттық бағытқа көңіл бөлетін болсақ, маңдайларыңыз ашық, жақсы бір жаңалықтарды күтесіздер, жақсы бір қуаныш болса екен деп ниеттенесіздер. Бұл сіздердің маңдайыңыздағы жаңалықтар. Ал енді өзіңіз ішіңізде бір сұрақ бар, пісіп жетілген, өз кульминациясына жеткен, енді қалай болады екен осының арты деп басыңыз қатып бір сұрақты іштеріңізден қойып отырсыздар. Кәдімгідей іште біраз созылып, осы жүзеге аспай қиналтып жүрген сұрақ екен, пісіп кульминациясына жеткен, соның жауабы қалай болады екен деп күтіп отырған бір сұрақ. Нәтижесінде, егер ол қаражат мәселесі болса, қаражаттан әлде болса қысылу бар. Күнделікті ақшаларыңыз күнделікті жетіп, бүгінгі тапқан табысыңыз сол бүгін жұмсалып, сол ақырын сондай күнкөріс болып отыр екен. Ал егер бір жерге барамын деген бір сұрағыңыз бар болса, бұл сұрақта күдік бар, кішкене сенімсіздік бар, аяқ басуға қорқыныш бар. Міне бұл жерде сондай бір сұрағыңызға сол жауапты алу үшін қадам жасауға қорқып тұрған құмалақ, сол бір орыннан қозғалмай, әйтеуір күнделікті бір өмір кешіп жүрген құмалақ. Дегенмен келесі горизонтты бағытта, немесе маусым айының ортасы деп айтайық, бұл жүрегіңізде бір қуаныш жаңалық болады. Бір кәдімгідей жаңа көзім жетті ғой, әйтеуір бір шеті көрінді ғой деп бір жаңа бір қуаныш, бір балаша бір іштеріңізде бір жаңа бір қолым жетті ғой деген бір алғашқы қадам басу қуаныш болады. Мұнда ішкі жан дүниелеріңізді әрине біраз уайымдап, басыңызды қатырған екенсіз. Көбінесе бір айналдырған сұрақты іштеріңізден қайта-қайта айналдырып қоя бергесін, біраз жүректеріңізді ауыртып қиналтудың қажеті жоқ. Нәтижесінде қуаныш бар, өздеріңізді жақсы жаңалықпен аяқталады, эмоционалдық бір қуаныш болайын деп тұр. Маусым айының соңында бір жаңалық келеді, жақсы жаңалық, жақсы бір